63-ші сабақ нүктенің координаталары және қозғалыс бағыты. Қала ішінде саяхаттаймыз. Сен нүктенің координаталарын анықтауды үйренесің. Бірінші есепке қарайық. Берілген координаталар картадағы нысандардың қайсысына сәйкес келеді? Қараңыздар. Мұнда координата нүктелері берілген. Енді бірінші мына жерде x координатасының мәні, мына сызықта y координатасының мәні жазылады. Қазір енді есеп бойынша бірінші есепте 8-де 7. Бұл 8-де 7-де ең бірінші x координатасынікі, сосын y-ның нүктесі берілген. x-те 8, қараңыздар. Мына жерден 8-ді табамыз. Міне x-тің бойы, мына сызықтың бойы. Мына жерде 8, міне тұр, иә. Сол 8-дің бойымен жүреміз. Y қанша? Y 7-ге тең. Мына y-дің бойынан 7 санның жаңағы несін табамыз. Енді қараңыздар, 8 мен 7-ның қиылысқан нүктесі бұл бізде саябақ. Яғни бірінші саябақтікі берілген, иә, координатасы. Яғни саябақтың координатасы бірінші. Енді екіншісіне қараймыз. Екінші 1-де 9. Міне 1-де 9. X координатасынан 1-дің бір нүктесін аламыз да, осылайынан 9-бен қосқан кезде міне қараңыздар, мектеп тұр. Мектептің координатасы 1-де 9, яғни екінші номерлі бұл екінші мектептікі болады, иә. Сонда мұнда мектептікі жоқ екен. Мына жерге 2-ның жанына мектеп деп жаза салайын мен. Мектеп. Үшіншісі 9-да 11, қараңыздар. 9-да 11, міне x-тің бойынан 9 санын таптық. Енді y-дің бойынан табамыз. Y-дің бойынан тапқан кезде мінекей қандай? Театр түрі, иә. Үшіншісі театрдікі. Театр. Ал төртіншісі 4-те 5, қараңыздар. Төртіншісі y-дің бойынан 4-ті аламыз. X-дің бойынан 4-ті, y-дің бойынан 5-ті аламыз. Сонда мына жерде көл. Төртіншісі көлдікі. Бесіншісі 2-де 4, бұл бізден ненікі? 2-де 4, қараңыздар. Дәріхана, аптеканікі, иә. Дәріхана. Енді мұнда дүкеннің, саябақтың, вокзалдың координаталарын ата дейді. Жаңа біз саябақтікін таптық. Саябақтікі 8-де 7. Мына жерге жазайын. Саябақ бұл бізде 8-де 7. Енді дүкеннің координатасын табуымыз керек. Ең бірінші дүкенді тауып алайық мына суретте. Дүкен міне тұр, иә. Дүкен осы жерде тұр. Енді қараңыздар. X-тің бойынан біз дүкенді алу үшін мінеки 2, x2, міне. x2, y 11, екеуінің қиылысқан жерінде тұр. Яғни 2-де 11. Бұл бізде дүкендікі. 2-де 11. Енді вокзалдыкі, вокзалды тауып аламыз суреттен. Вокзал міне 6-да 1. 6-да 1 нүктесінде қиылысып тұр, иә. Вокзалдың координатасы 6-да 1-ге тең. Міне дәл осылай жазып шығасыз, орындап шығасыздар. Екінші, әріптердің координаталарын анықта. Міне А нүктесінің координатасы 2-де 1. Бірінші x-тік жазылады, содан соң y-тік жазылады, е? 2-де 1. 2, 1. B нүктесінікі қанша? 1-де 3. С нүктесінікі қанша? 4-де 3. 4-де 3-ке тең. 4-де 3. Енді қараңыздар, мына жақта D нүктесінікі. D нүктесінікі 1-де 4. E нүктесінікі қанша? 5-де 5. F нүктесінікі 3-де 1. Келесі есеп бізде 3. Планнан кез келген нысанды таңдап, оның координаталарын атаңдар. Мен қазір мына жерде
дүкендікін алайық. Мынаның координатасын жазайық. Дүкеннің координатасы 5-те, мынау қандай? Б ма? В. 5-те В. Бесте Б. Дүкен 5-те Б. Так, төртіншісі. Торкөз қағаздан координаталық тор дайында. АВС төбелерінің тік бұрышты сыртынан кез келген 5 нүктенің тік төртбұрыштың ішінде кез келген 4 нүктенің координаталарын жаз дейді. Тік төртбұрыштың сыртындағы оқында мына жерден әртүрлі 5 нүктені аласыздар, солардың координаталарын жазасыздар. Осылай сызып шығып. Ал қазір мен АВС-дың төбелерін жазып шығайын, координаталарын. Адан бастаймыз. А-нікі 2-де 6. А бізде 2-де 6 координатасы. Б нүктесінікі 6-да 6. С нүктесінікі 6-да 3. 6-да 3. Д нүктесінікі 1-де 3. Так, 1-де 3. Дәл осылай жазып шығасыздар. Келесі қандай да бір фигура, оның координаты. Дәл осылай қандай да бір фигура сызып, оның несін табасыздар, координаталарын. Келесі 5-ші есеп. Тік төртбұрыштың ұзындығы 8 см және ені 4 см. Суреттегідей сызбасыл шеңберлер салу үшін ені білу керек. Шеңберлер салу үшін оның радиусын білу керек. Өйткені біз қазір оларды салған кезде радиусын есептеп алып циркульге солай сызып шығамыз. Тік төртбұрыштың ұзындығы 8 см. Қазір мынада радиусын есептеп көрейік. Мына жері 8 см. Мына жері неше сантиметр? 4 сантиметр. Сонда қараңыздар. Егер мына жері 8 сантиметр болса, мына шеңбердің диаметрін табу үшін 2-ке бөлеміз. Сонда мына жердегі диаметр шығады. Бұл бізде 4-ке тең, өткен 8-де 2-ке бөлгенде 4. Ал егер радиусын табу үшін осы диаметрдің жартысы радиусқа тең. Сондықтан да 4-ті 2-ке бөлгенде 2, сонда радиусы қаншаға тең? 2-ге тең. Сіздер радиусы 2 болатын шеңбер сызасыздар. Радиусы тең 2-ге. Так, 6-шы есеп. Кесте бойынша өрнектер құрастыр, олардың мәнін тап. Қараңыздар, өрнек болғанда 60 қосу 40 қосу 50, 60-ға 40 100, 100-ге 50, 150. Келесі 300 қосу 300, қосу 360 минус 90. 300-ге 300 қосқанда 600, 600 қосу 360 минус 90. 360-тан 90-да айтқанда 270, 270-ке 600 қосқанда 870. Келесі 172 минус 6, 166, 166 қосу 356, 166 қосу 350 неше болады? 400, 516. 516 болады, тең болады. Келесі мынау азайтқыш мәні. Азайтқыш айырманың мәні 800 минус 220, 800-ден 400 бен 220-ның қосындысын азайтқанда 620 шығады. Мына жерде 800-ден 620 азайтқанда 180. 900 минус 400, 900 минус 500 минус 400, 500-ден 400 азайтқанда 100, 900-ден 100 азайтқанда 800. 350 плюс 70 бізде неше болады? 420, 420-дан 200 азайтқанда 220 шығады. Келесі 7-ші есеп. Көп бұрыштың қабырғаларының ұзындығын өлшеу, олардың периметрін табу үшін мына қабырғалардың сызғыштармен өлшейсіздер жеке-жеке. Мына жер 2, 2, 3, 4 болуы мүмкін, және осыларды бір-біріне қосып шығасыздар. Сол кезде сіздерде периметр табылады. Мен мынаны 4, 2, 3 сандарын мысал ретінде жаздым. Сіздер сызғышпен жазып өлшейсіздер. Периметрін табу үшін барлық қабырғасының санын қосып шығасыздар. Барлық қабырғасының ұзындығын. 8-ші есеп. Егер шаршы пішінді құм алаңының бір қабырғасының ұзындығы 2 метр екені белгілі болса, оны қоршау үшін қанша метр ернеу қажет? Егер шаршы пішінді құм алаңының бір қабырғасының ұзындығы 2 метр екені болса,
оны қоршау үшін неше метр ернеу қажет? Қараңыздар, шаршы 4 қабырғадан тұрады, егер оның бір қабырғасы жаңағы 2 метр болатын болса, онда барлығы қанша метр қажет? 2-ні 4-ке көбейтеміз, 8 метр қажет болады. Жол 9-шы есеп, жолдардың сызбасына қара. Ауылдан көпірге дейін, ал көпірден қалаға дейін қанша жол бар? Ауылдан көпірге дейін, көпірден қалаға дейін қанша жол бар? Ауылдан көпірге дейін 1, 2, 3, 4 жол бар. Ал қаладан көпірге дейін 1, 2, 3, 4, 5 жол бар, Енді бұл бойынша сұраққа жауап болды. Енді нұсқасы бойынша сұраққа жауап жазамыз. Егер міндетті түрде көпір арқылы өту керек болса, ауылдан қалаға дейін қанша тәсілмен баруға болады? Егер міндетті түрде көпір арқылы өту керек болса, ауылдан қалаға дейін қанша тәсілмен баруға болады? 4 тәсілмен баруға болады, өйткені ауылдан көпірге дейін 4-ақ жол.